Қазақтар, ой, қазақтар да бар екен мұнда. Мынау Венеция рестораны. Көл ма? Комоға келдік. Болмайды. Швейцария, мен саған келдім. Көзім жанар көңіл шуақ, егісізге бет бұл. Күшті сен үйде жүрген. Аэропортта отырмыз. 3:25 посадка. Соған дейін. Қазір Дохаға шығамыз. So this is our branch for today. My wife, Sweetie, and me are having our branch at the height of 12 kilometers above the earth, above the ground. So that's chicken, Yummy. right? Chicken sausage with omelette. And I have the beef here. That's the fruits. That's the beef. That's the bread. And I don't know what's this. We'll see. What's the taste of it? How does it taste like? I didn't taste yet. Didn't taste yet. I will taste now. Okay. Короче, біз бүйтіп тамақ жеп жатсақ, оказывается, Ирак Багдадтың үстінен ұшып бара жатыр екенбіз. И, конечно, тамақтан кейін артынша чай, кофе деп сұрайды. Менде кофе, когда чай. И оның қасына бисквит береді екен. Түрін қарасай. Қандай. Примерно 5 сағат ұштық. Ұйықтап алдық, тамақ жедік, кино көрдік. Әлі келе жатырмыз. Аэропорттың ішінде туннель. Автобус отырмыз. Аэропорттан күту залына дейін. Короче, біз мынаған мінейік дедік. Прикольно. Иә, жүргім келіп тұрған жоқ. Жүргім келіп тұрған жоқ. Иә, тұрайын. Короче, мен тұрам, өзі мен үшін жүріп берсін дейтіндер үшін осындай жол салып беруге болады. Дохаға келді. Дохадамыз. Доханы аэропортта. Қалай екен, ұнады ма? Бөлек бір қала. Аэропорт просто бөлек қала. Мінекей аэропорт. Нехтан бізді қазір пойыз алып кетеді. Прикинь, Анка, аэропорт ішінде метро. Ладно. Кажется, комната сияқты. Біз Дохадан Франкфуртқа самолетқа отырдық. Біз терезе жақта отырмыз. Бұл жолы терезе жақтан алдық, иә. Біз әлі Франкфуртқа ұшып келе жатырмыз. Болгарияның үстінде. Тыңдап орын берді. Мен ризамын. Елге жемеймін. Елге бірақ өзінен андай не алды. Ашқары көп. Это было чипсы. Это было верно. Чипсы или попкорн? Мен попкорн таңдадым. Как всегда тәтті. Елгем чипсы таңдады. Жеттік. Аман есен. Шүкір.
Жүндір. Франкфуртты көрсетемін сендерге, Германияны көрсетемін. Келдік. Мынау райондағы әдемі үйлер. Ешқайсысы бір-біріне ұқсамайды. Керемет салынған. Германияда осындай көше. Франкфуртта екінші күн. Өзіміздің үй сияқты уже жүре беретін болдық. Өскемен сияқты кішкентай ғана бір шағын ғана бір жер. И главный жасыл жер. Жасыл, үйлері қатты биік емес. Этаж үйлерінің өзі 3 этаж, 4 этаж сондай ғана. Заборлары әдемі, биік емес, тоже кішкентай, белден ғана келеді. Машиналардың бәрі новый, состояниесі күшті. Мынандай тып-тыныш қала көргенсіздер ма? Ешкім жоқ, қалада жүрмейді. Машиналар арасында бір-екеу жүріп қояды. О, ана адам. Сенің қияли достарың. Франкфуртқа келдік. Қаланың ішін көрейін дедік. Су алдық 1000 теңгеге. 2,5 еуро. 1,5 емес. 0,75. 1 литр емес даже. Бағалау керек Қазақстанда. Газировка. Дала жақ әдемі, Арбат сияқты кешке қарай жүретін жерлер мұнда да бар екен. Мынау Майна деген өзен бойында адамдарды барамдар. Анда осындай мен жүрген едім ғой, неде Сибиныда. Ат не дейтін еді, бір нәрсе дейтін еді. Күшті ме? Мына жақта да. жолға шықсам жүрек тулап көзім жан Амстердамға қарай баратырмыз. Евротурымыз бастап кеттік. әр күні шуақ белгісізге бет бұрамын шақырады алыс шумақ таулар күліп тапсалады өзен сырын жайып салар желмен бірге жарысамын еркін самғап құстар қатар жолдар ұзақ кең далалар әр бұрышы бір тағдыр. Нидерландыда отельден кетіп барамыз. Отельдер мынандай бір стильде. Қызық отель. Турецкий кинолардағы нелер сияқты үйлер. таулар күліп қарсы алады өзен сырын жайып салар желмен бірге жарысамын еркін самғап құстар қатар жолдар ұзақ кең далалар әр бұрышы бір тағдыр саяхатта сыр жасырған білмек үшін Мына прикольно екен андай. Жоқ, қайта өзің қалдырсың алған Амстердамдамыз. Так, видеоға түсіру үшін мынандай так негізі әдемі жеріміз бар. Жаңбырмен болмай жатыр. Біз неге мініп алдық? Қайыққа мініп алдық. Мынандай жабылатын жаңбыр жауып тұр. Қазір айналамыз. Сүр. Liegende die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Святого Николая, также часто именуемую церковью Святого Николая. Floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous жаңа әлемді ашу үшін шек қоймайық қиялға әр сапарым бір сабақ болып өзің
Biz қазір Амстердамның орталығында центрдамыз. Мінекей бәрін сіздерге көрсетейін. Мына жер мадам Туссо, восковый фигуралардың болатын жер қазір соған барамыз. Мына жақта тағы да міне халық қазір көп, бағана таңертең жаңбыр болғанда өте аз болған. Анда барамыз да, концерт болып жатыр екенбіз. Видео. Шоу-тайм. Голландияда сыр сататын дүкен бар. Қара. 4 ай болған сыр, 7 ай, 14 ай, ана 24 ай болған сыр. Сонымен біз сырдың дегустациясын жасап, Осы ұнады бізге. 14 айлық ең күштісі болды. Басқа екеуін ғана көрдік там. Иә. Мына жақта неше түрлі түрлері бар. Әдемі магазин. Даже вкустармен бар. Амстердамға егер келетін болсаңыздар, осы магазинге обязательно келіңдер. Магазиннің аты Амстердам Чимис Компани. Мен сіздерге реклама жасап жатырмын деп ойласаңыздар болады, яғни. Мадам Туссоның ішіне келдік. Қазір көретін боламыз. Нелер бар екені. Леонардо Ди Каприо, да? Бір селебритиға кіріп кеткенсің ғой. Енді біз кімді көреміз? Мен алдарыңызда Чарли Чаплин және де Мэрилин Монро. Аха. Ереке агентінің нөсерлері жанына кетіп қалды. Жағалымды бір. Анка. Супер, я? Президенттер қатарына келдік. İçinde қандай да президент бар екен. Анка, кіммен түсіватсыңдар? Мына жақта күшті музейде жүрміз. Мына бір картинаны қарасаңыздар, көптен керемет. Мона Лиза негізі оригиналында бір қыз емес, екі қыз тұрады екен. Такая заклинивает. Риана yok болады. Болмайды. Былайша да көріп жүр қояды. Сізде видеодан басқа видеодан, иә? Мынау орта ғасыр әлемінен бірден Қанитын күшті часть. комикс әлеміне келеміз. Капитан Америка. Холк. Слишком красавчик. Мың таулардан асып өтемін, аспанға қол жеткіземін, желдесіп самғат. Біз қазір Германиядан Италияға баратсақ, ортасында қайдан өттік? Австрияның табиғаты вообще керемет. Сендер, может, Швейцарияны көрген шығарсыңдар, я табиғат. Мынау сондай. Мен әлі Швейцарияға барған жоқпын, бірақ суретте көрген Швейцария мен Австрияның табиғаты бірдей. Егер қазір соны көргілерің келсе, ондай болса, біз соны көрсету үшін төбеге бар жатырмыз сендермен. Мінекей. Анка кел, наңғара көрсетеміз. Міне табиғат. Мына телефонның күші, мына табиғаттың бәрін көрсетуге күші жетпейді екен. Бірақ
Керемет. Ана таудың үстінде үй бар. Ана таудың үстінде үй бар. Австрия бізді таңғалдырудан қоймайды. Аспанда таулардың ортасында жаяу жүретін көпір тұр мына жақта. Мына жерден мына жерге дейін. Және мынаның төбесінде не бар білесіңдер ма? Замок тұр мына таудың төбесінде. Вау! Levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano. Мынау Италияның керемет табиғаты, қараңыздар, қандай жар, қандай мынау не жүзімнің егіні, мына тауды қараңдар, қандай бұлттың үстіне дейін шығып тұрған, олардың төбелерінде анау тоқ өтіп жатыр. Мыналардың төбелерінде жол тұр, ана жақтарда, бұның төбелерінде тағы да не бар? Замоктар бар, замоктар. Бум! Саяхат. Италияда Венецияға қарай жол түсті. Көзім жанар көңіл шуға. Белгісізге бет бұрамын. Италияның трассаларында міне қараңдар, қандай туннельдер бар. Сразу 4 туннель тұр мына жерде. Сразу 4 туннель. Бір туннельдің ішінде 3 полоса бар еще. 3 полоса. Осындай 4-еу тұр подряд. Как тебе такое? Венецияның ортасында центральный площадьқа қарай иттеп бара жатыр. Біз қазір Венецияда. Қандай қайықпен. Қайығымыз да жынды. Күшті. Мындай каналдарда. Мында шағалалар бар. Жаңа ғана мынаның астынан өттік. Мына кісі профессионал кәдімгідей. Взгляд. Мың таулардан асып өтем, аспанға қол жеткізем, желде шықсам Венеция су қайықтар ғана біледі екенмін. Мынандай жерін бірінші рет көріп жатырмын. Ондай мен атақты екен. Маскара жақсы көреді. Қараңыздар, неше түрлі су бар. Бірге келген ағайларды адасып тауып алмай жүрміз. Қазір тауып аламыз. Оған дейін осындай қуыс жолдармен бара жатырмыз. Қуыс жолдан шықсаң қуыс жол. Одан шықсаң көпір. Көпірден кейін тағы да сондай. Әдем жерлерін қарашына, қандай әдем күні. Арақты қара қандай әдем ол, ресторан. Прикольно, новый жерлерді өзімізден өзіміз. Ешіп бас алған жаға кетіп. Біз сол достарымыздан адасып жүрген, енді жер таппай жатырмыз. Біткен сияқты қараңдар, бітті осы жерден тупик. Но тупиктің қасында не бар? Жол бар, кішкентай. Жолда біт қалады. Мына жақта жол бар. Анам қара, жол қара. Еще прикольно, терезелер, как будто түрмен терезелері сияқты. Темір. Әркімнің квартирасының бөлек-бөлек несі бар, зона бар. Аты, нөмір жазып. Түнгі Венеция. Если что, когда идет туман десең.
Мына Венецияның площади, орталық алаңы. Алдарыңызда қандай керемет архитектура өнері. Ішінде не бар екенін білмеймін. Цирк шығар, наверное. Мынаны қараңдар, қандай үлкен башня. Білмеймін ішінде не бар екенін. Мыналарды қараңдар, жарықтармен қандай әдемі болып тұр. Вау. Бірақ алдын Венецияға қош келдіңдер. Жиі келіп тұрыңдар. Мынау Венеция рестораны. Гранд каналдың дәл түбіндеміз. Үстімізде көпір. Міне көпір. Biz 6 жылдың столетия. Екеуміз Венецияда, ресторанда паста жеп жатырмыз. Венеция әдемі. Біз қазір Венециядан қайтып бара жатырмыз. Далада адамдар әлі көп, толастамайды. Кеше келгенде қандай еді сондай ғой әлі. О, міне таныс адамдар ғой. Ой, қазақтар. Қазақтар да бар екен мұнда. Қай жақтасыздар? Өскеменден? Жүрсіздер, онда бірге барайық. Жылына 30 миллион турист келіп кетеді дейді. Осы қалаға. Италияда, Миланда отельге келдік. Отельде осындай. Біз это Миланға қош келдіңдер. Әдемі қала. Өзгеше. Ғимараттармен өзгеше екен, көшелерімен. Бұл жақта Амстердамдағыдай суета жоқ. Жай тыныш өмір. Машиналардың көбісі кішкентай. Кішкентай дегенде прям кішкентай. 2 адамдық машиналар, 1 адамдық машиналар. Сондайлар екен. Далардан ұсып өтемін, аспанға қол жеткіземін. Жерге шықсам биікке, жүрегімді сенде іздеймін. Саяқ Біз Миланда. Аңғара мыналар несі? Не істеп жатыр? Приколы неге? Дома до Милананың үстіне келдік. Сұлулыққа тоймай. Керемет жан-жақ архитектура. Дома до Милананың үстіне келдік. Ең үстіне. Мынау әрбір ескерткіш. Кстати. I vetri lavorati portano Мына жақта да арбат бар екен, қараңдар. Арбатта?
Ереке, сенің жақсы көретін замыңа қарай Мен бүкіл замоктарды жақсы көрем. Европада көп замок бар. Мына қара қаланың ортасында, қақ ортасында бір замок тұр. Біз қазір Миланның дәл ортасындамыз. И бұл жақта тоже көп замоктар бар екен. Замоктарды қатты жақсы көрем. Анан қараңдар, үлкен замок. Біз Италияда Комоға келдік. Комода осындай қойыпты, мынау кәдімгі орамал ғой. Баяғыда бізде осылай кілем қоятын едік қой. Енді қазір сіздерге вид көрсетейін деп қояйын да. Мынау таудың ең жоғарғы жері. Анда Комо өзені бар. Мынау жерде тұр. Қазір сол жерге барамыз. Ағаштар да күшті, көшелер де күшті. Италия күшті, Комо. жаңа әлемді ашу үшін шет қоймайық қиялға. Әр сапарың бір сапар боп өзің қалдырсын алға. Примерно осы жерлерде ма, мына жерлерде. Мына Комо өзені. Мына жерде емес, Анка? Вообще анда екен біздің отель. Ана отель біздің отель ана жақта. Комо өзенінде. Өзен ба? Көл ма? Комоға келдік. Үлкен. Мына жер қала Комо. Ал ана жер фуникулер біздің үйге төбеге көтерілді. Төбесінде атайық. Төбеге биікте. Маяқта көп қайық бар. Көрсетші қайықтар. Ертең немістер бар. Қазақтар итальянның концертін кетті. Ya фуникулердің ішіндеміз. Өзіміз ғана қойшы. Фуникулер көрмеген адамдармыз. Енді давайте. Таулар күліп қарсы алады, өзің сырын жайып салар. Сенімен бірге жарасамын, еркін самғап құстар қатар. Жолдар ұзақ кең далалар, әр бұрыш
Швейцария, мен саған келдім. Bir reis bak. Mangtaulardan ысып өтемін аспанға қол жеткіземін желде шықсам биікке жүрегімді сенде іздеймін саяхатқа бірге барайық армандарды бірге тарайық әлемді бірге табайық жаным саяхатқа кетейік өзендерден ақсам да ақын жүрегім тоқтамай жарық жұлдызды Швейцария. Мында бұлақ ағып жатыр. Анда жазама. Міне биік сарқырама. Қыдырып келдік осында. Швейцарияның қай қаласы дедің? Лаутерлумен. шақырай жолдарымды бірге табарай саяхатқа бірге барайық армандарды бірге тарайық әлемді бірге табайық жаным саяхатқа кетейік құраламыз арман үйін қиялменен салынған жүрегімде орын берем қайда жүрсең мен сені аңсадым саяхатқа бірге барайық армандарды бірге тарайық әлемді бірге табайық жаным саяхатқа кетейік құраламыз арман үйін қиялменен салынған жүрегімде орын берем Біз қазір Швейцарияның бір ауылындамыз. Гриндевальд деген халық кәдімгідей тұрып жатыр. Даже мына кісілердің сиыры бар, үй жағында бұзауы бар. Кәдімгі халық, бірақ өте тиянақты, әдемі жерде тұрып жатыр. Тау, ана жақта қар. Сарқыраманың дауысы гүргіреп шығып жатыр. Өте әдемі. Кеше Швейцарияның трассалары көрсетті. Мынау да Швейцарияның трассалары. Әдемі, мынандай жолдары тегіс, туннельдерін қараңыздар. Жақында Өскеменнен Алматыға тоже машинамен барсам ба деп ойлап жатырмын. Маған ұнады машинамен жүрген. Қалай ойлайсыздар? Біз қазір Швейцарияның Ротрист деген бір жеріндеміз. И даже осындай кішкентай қалаларда осындай замоктар бар. И анау жерде таудың басында, анау жақта тағы да замоктар. Замок салушы екен осылар. Қой, Анка, қайтамыз. Міне сумкалар. Наке кеттік. Жоқ, біз қаламыз. Қайда кеттіңдер? Біз осында Франкфуртта қаламыз. Франкфуртта? Келіп тұрыңыздар. Келіп тұр деп қояды еще. Да, жақсы. Жақсы, аман есен болыңыздар, ал. Кеттік, үйге қайтамыз. Сонда ұзақ жыл жүрдік, короче, ұзын очередь еще. Анканы очередь қойып кеттім.
Менке рахмет очередке турганыңа. Бирок бизнес класстын очередте. Биздин эконом класс одан да узун жүргөндө кеттик. Мына жакта зигзагтын баары эконом класс. Ана узун сонун соңуна турабыз бар. Дохадамыз. Доханың аэропорту деген бир каладан чыгып барат. Кәдімгі Доха деген қалаға баратырмыз. Виза алдык Дохага. 1 айга виза берди экөөбүзгө. 1 ай осында болобуз. Доханың аэропортунан далага чыктык. Астык. Көзүңдү ачкызбайт го даже. Эши салкын, ыйрак ыстык. Кәдімгі ыстык. Қалай Доханың ыстығы? Күшті ыстық, жылы, тоңбайсың. Аэропорттың іші сияқты салқын емес. Метродамыз Дохада. Метроның ең алдында отырған. Ең алдында отырсаң, бәрін көре аласың екенсің. Метроның ішін. يرجى السماح للركاب بالخروج من القطار. Қазір метродамыз. Bir метродан түсіп, басқасына бара жатырмыз. Метроның іші кең, әдемі. И мына жердің өзі этаж астында екен. Келді. Ана жақтан кіреді екенбіз. Ар жағынан. Доханың көшелері. Күндіз көшеде особо көп адам көрмейді екенсің. Шамалы бар екен. Екі адам. Бәрі машиналардың ішінде. Зданиялардың ішінде. Сияқты. Ана жақты шамалы жүріп қайтайық деп отыр. Көрейік деп отыр. Елге қайда демаласыз? Бір джунглиға кіріп кеткен сияқты. Джунглида, я. Катарда өте жан-жақтың бәрі жап-жасыл осындай. Табиғат салқын, керемет. Аяқта сарқырамалар ағып жатыр. Жан-жақтың бәрі жап-жасыл. Осындай жердеміз. Катар деген. Катарға келу керек екен. Евротур ерекше естеліктерге толы болды. Тіпті өмірімізді өзгертті десек болады. Жаңа дем сыйлады. Бұдан кейін тағы да көптеген елдерді аралауға келістік. Балалармен болса да бірге саяхаттаймыз. Дейді. Сосын. Дейді. Сосын. Дейді.